Түнгі көбелек. Өмірден алынған жезөкше қыздың оқиғасы. Түн, көшеде мүлгіген тыныштық. Ымырт үйіріліп қас қарайған шақта үстіне бар жақсысын киіп, сыланып-сипанып үйінен шыққан Зейнеп бүгінде қалтасын қампитып келеді. Онысына өзі мәз. Жастықтың жалын атқан шағында тәні мен жанын саудаға салып жүргені ол үшін қалыпты жағдайға айналғалы қашан. Бар тіршілік иесі қалың ұйқыға кеткенде Зейнеп түнімен жарыса жармаса жұмысына шығады. Осы күйде жүргеніне тура 6 жыл болды. Тәнін сатып, азығын табар жері 5 қабатты үйдің бүйірінен қоныс тепкен қонақ үй. Ол осы қонақ үйден бір бөлмесін өзінің жұмыс орнына айналдырып, кезек-кезек таң атқанша клиент қабылдайды. Әуел баста Алматының түнгі көбелектер құсап, көше бойында кербездене әр өткен көлікке қылымсып тұратын Зейнептің қазіргі таңда өзінің жеке клиенттері бар. Кім көрінгенмен қол ұстасып, қара түнге сіңісіп кете бермейді бұл күнде. Бұл жерде жеке клиенттері бар сылқымдарды өзара VIP дейді. Зейнеп те сол VIP-тардың бірі. Зейнептің талдырмаш тәнін аңсап келетіндердің қарасы бай бағландар. Арасында өзімен қарайлас бір-екі ауқатты әулеттің әумесерлері бар. Зейнеп те жеңіл ақшаны буына масайрап, жұмысына әбден төселіп алған. Қабылдауына келіп тұрған жанның әйел бала шағасы бар ма, ауру ма, сау ма, оны мүлдем қызықтырмайды. Бос белбеу, аш қасқырда еркектерге ақ көрпесін айқара ашып дайын отырады. Тек шаруасын бітіріп, ақысын артығымен алса болды. Бүгінде осындай бірнеше еркек атаулысын қабылдап, үйіне келе сала, жуынып шайынып, уайымсыз ұйқыға кетті. Тәтті ұйқысын есіктің тоқтаусыз шырылдаған қоңырауы бұзды. Бұл кім екен? Дегендей төсегінен сүйретіле тұрып, ұйқылы ояу есікке беттеді. Кім бұл? Деген сұрағына, қызым, мен ғой, деген. Анасының жауабын естігенде, жылдамдата есігін ашып, анасының құшағына құлай кетті. Апа, қайда жүрсің? Келетініңді алдын ала айтпадың ба? Күтіп алатын едім ғой, деп безек қағып анасының сөмкелері мен киімдерін алып зыр жүгірді. Қызым-ау, саған қоңырау шалып едім, тұтқаңды көтеріп болмадың ғой. Анау Ақтан ағаның ұлы аяқ астынан келін алып келіпті. Таңертең Ақтан хабарласып, жеңге, тез жетіңіз деген соң, артынып-тартынып кеп қалдым деген Салиха. Апа ентігін әрең басты. Қыздарын ұзатқандары кеше ғана, сол келінді биыл түсірмей-ақ қойса болмас па еді? Тағы да туған туысқанға алақан жайып отырмақшы ғой, деген Зейнеп сөйлеп үлгеріп қалып жатыр. Қой қызым, өздері біледі ғой, біздің шаруамыз не? Ел жұрттың бергенін береміз, қайтеміз енді, деді ана төрге жайғасып. Зейнеп анасымен әңгімелесіп жүріп дастархан жайып тастады. Біраз сөйлесіп, шай тамақтарын ішіп болған соң анасына, апа, сен қосалқы кілтті қалтаңа салып ал. Менің кешке шаруаларым бар, тіпті үйге келмеуім мүмкін. Өзің бола бересің ғой үйде, деген қызына Салиха апа. Ол сонша не шаруа, үйге қонбайтындай, деп таңдана қарады. Той апа, қыздармен демалыс орнына барамыз. Жұмыстан бас алмай кеттім. Сергіп қайтайын, мен де адам шығармын, деді міз қақпай. Анасына біраз ақша ұстатып, шығарып салды да, сәлден соң өзі де дайындалып, күндегі жұмысына бет алды. Денесіне жабыстыра киген қара көйлегі 2 санына болар-болмас түсіп тұр. Аяғындағы биік өкшесі онсыз да әдемі аяқтарын одан әрлі тартымды етеді. Еріне жаққан қызыл далабы еріксіз өзіне тартып алардай. Оған қоса естен тандырардай иіссу себіп алған Зейнеп адымдап баса қонақ үйге кіріп кетті. Қуақшаның құрбанын айналып, тәнін қымбатқа бағалағанның жемтігіне айналған Зейнепке бұл бұлыңғыр жолға түсуде оңай болмады. Дәл қазір жан тәніне үйреншікті осы қалыпқа түсер жолдың басы Зейнеп үшін шексіз азаппен басталған еді. Будақ-будақ терге малынып барып, әрең дегенде шаруасын тындырған кезекті клиентті шалқасынан түсе оқыледі. Жас 50-ге таяған бұл кісі клиенттердің ішіндегі ірісі, жалпы айтқанда ауқаттысы. Ебін тауып көңілінен шыға білсең болды. Ақшаны үстіңнен қарша боратады тәйірі. Қызы мен жасты сылқымды айызы қанғанша ермек қылған ол, бүгінде қомақты қаржы ұстатты да кете барды. Зейнептің бар құны қолындағы бір бума мына ақша ғана. Онсыз да лайланған тұнығы бұлғана түсіп, белшеден күнәға батып бара жатқанын білсе де, өзін іштей ақтап аларлықтай сылтауы дайын. Темекісін тұтатты да, олы түтінін рахаттана ішіне жұта, терезеге жақындап, айналаға көз тастады. Ұзын жолын бойында қыбыр еткен жан баласы көрінбейді. Тек қараңғылыққа ырық бермей,
Әр жерден бір сығырайып тұрған көше шамдары ғана көзге түсті. Зейнеп терезеден соққан ызғардан дірілдеп, іші мұздап бүрісе түсті. Суықтан қалшылдаған сайын өткені есіне түсіп, тәнімен қоса жан дүниесі де діріл қақты. Зейнеп бір үйдің ең кенжесі, оның үстіне жалғыз қызы. Алдында тас қамалдай қорғаушы екі ағасы бар. Әкесі Уәли мал шаруашылығымен айналысатын қарабайыр қазақтың бірі. Адуынды істің де, сөздің де адамы. Ауылда сыйлы, бір талайына сөзі жүретін абыройлы кісі еді. Анасы Салиха мектепте математика пәнінің мұғалімі. Ұлағатты ұстаз. Зейнеп ішіп жемі тоқ, көйлегі көк, еш нәрседен таршылық көрмей бой жетті. Тіршіліктің зулаған ағымы Зейнепті мектеп бітірер шағына алып келді. Ол кезде үлкен ағасы үйленіп, шаңырақ көтеріп үлгерген еді. Жеңгесі ақсаусақ, шаруаға икемі жоқ, қит етсе беттен алып төстен шабатын әдеті бар қаланың қызы болып шықты. О бастан өзі де ерке. Зейнеп ауық-ауық жеңгесі Тұмармен сөзге келіспей қалып, ұрыстың арты үлкен дауға ұласа кететін. Бұндай кезде екі оттың ортасында қалған ағасы Нартай, анасы қанша, қызым жеңгеңмен тайталаса берме, ол да біреудің қызы, бара-бара жаймеңдеп үйренісіп кетер. Ертең бұйырса өзің де бір шаңыраққа келін боларсың, сонда түсінесің. Десе де неге екені белгісіз, Зейнептің Тұмарға іші жылымайтын. Онысы да бекер емес еді. Өзегін кернеген өткенін еске алып тұрғанда, таңның да атқанын байқамай қалыпты. Бағанағы тым-тырыс, елеусіз жатқан көше әп-сәтте-ақ тіршілік қайнауына еніп, әрлі-берлі көліктермен жұмысына асыққан адамдарға толып үлгерді. Зейнеп те кешегі үйіне қолына іле шыққан спорт киімін киді де жинала бастады. Бетіндегі опа-далабын сүртіп, ұзын қара шашын төбесіне түйді де, темекі иісі сіңген денесіне әтірін аямай сеуіп алды. Мұнысы анасынан жасқанған түрі. Жолай дүкенге соғып, керек-жарақтарын алып үйіне келді. Есікті ашпастан бұрын тағы бір мәрте өзін ретке келтіріп, үсті басын қағып қойды. Үйге кіргені сол екен. Алдынан анасы шықты. Қызым, сен ба? Қалай демалдыңдар? Ұйықтамағансың ба? Көзің ісіп кетіпті ғой. Жүр екеулеп шай ішіп алайық. Қазір Ақтан ағаңның үйіне баруым керек. Сен де бірге жүрсеңші. Құтты болсын айтып шық деген анасы тоқтаусыз сөйлеп жатыр. Апа, шаршап тұрмын. Өзің бара бер, деді Зейнеп қабағын түйіңкіреп. Салиха апа одан әрі қызына ештеңе демеді. Дастархан басындағы анасы мен қызының қызу әңгімесін телефон қоңырауы бұзды. Жүгіріп барып телефонын қолына алған Зейнеп, қоңырау шалып жатқан адамның кім екенін көргенде, жүрегі аузына тығылып, тынысы тарыла түсті. Телефон соғып жатқан Тұмар еді. Зейнеп Тұмар десе өз-өзіне сыймай, бойын қорқынышпен ыза кернейтін жағдайға жеткен осы күні. Оның да өз себебі бар еді. Зейнеп сүйріктей жасанды тырнағымен телефон даусын басты да, үйде апам бар деген бір ауыз хабарлама жазып жіберді. Жазып жіберуін жіберді ғой, бірақ мазасыздана телефонына қарай берді. Ондағысы Тұмардан жауап күткен түрі. Тұмар оқығанмен еш жауап қатпады. Бұл үнсіздік тегіннен тегін емес екенін Зейнеп іштей сезіп отыр. Бойына бар батылдығын жинап, тағы да хабарлама жіберді. Тұмар, шаруаңды айта бер, тыңдап тұрмын, дегенде қолдары дірілдеп әрең жазды. Кешке жиналыс, кешікпе, деген жеңгесіне жауап келгелі, Зейнеп байыз таппай тыпырши бастады. Үй ішін әрлі-берлі мазасыздана, тағат таппай кезіп жүрген қызын көрген анасы. Қызым-ау, не болды? Тыныштық па? Астыңнан су шыққан адамша бір орныңда отыра алмай кеттің ғой, деді сұраулы жүзбен. Апа, бәрі жақсы, уайымдамаңыз. Міне ақша, Ақтан ағаға беріңіз. Қалғанына тойға кері үстіңізге әдемі көйлек аларсыз, деп бір бума арам ақшасын анасының қолына ұстата салды. Қызым, сен кеше де, бүгін де жұмысыңа бармадың ғой. Әлде демалыс алдың ба? Мүмкін Ақтан ағаңның үйіне менімен бірге барып келерсің. Мына ақшаны да өзің бергенің дұрыс болар. Қуанып қалатын еді, деген анасына Зейнеп. Той апа, мазамды алмашы. Онсыз да шаруаларым шаш ететтен. Ақша бердім ғой, маған енді не қыл дейсің? Кейін барармын, деп Зейнеп үстіне босағада тұрған жұқа күртесін іле салып, сыртқа шығып кетті. Пәтерінің терезесінен әрірек барып темекісін тұтатты. Тамыры тарылып, демі жиіле бастады. Тағы да не болып қалды екен? Тұмар хабарласса, демек арты сойқан дауылға ұласатыны белгілі ғой, деген ой санасын жегідей жеп барады. Не болса да басқа салғанын көрерміз деп, іштей өзін жұбатқанмен, жүрегі атқақтап, аузына тығылып барады. Содан не керек? Қас қарая қала сыртындағы межелеген жиналыс болатын жерге
кербез де керім сылқымдар жинала бастады. Бірі көлікпен келсе, енді бірін жеке қолтықтап күшпен әкеп жатты. Әйтеуір бәрінің көздерінде қорқыныш пен үрей бар. Зейнеп олардан тысқары бір бұрышта жалғыз өзі тұр. Бұл оның қашанғы әдеті. Қыздардың барлығын танығанмен ешқайсысымен қолаң-қолтық араласпайды. Сыбыр-сыбыр гуілдеп өзара сөйлесіп тұрған түнгі көбелектердің барлығы үрейлене Тұмарды күтіп тұр. Иә, Зейнептің жеңгесі Тұмарды. Бұл жердегілердің көбісі артында сұрауы жоқ жетім мен жесірлер. Кезінде Тұмарға алданып, құрығына түскендер. Бірі жоқшылықтың зардабын шегіп осы жолға келсе, бірін үйінде ауру баласы бар. Енді бірі аласұрып ермек іздегендер. Мына биік өкше жартылай жалаңаш киім мен жасанды жанарлар артында тұтас бір қайталанбас тағдырлар жатыр. Зейнеп те Тұмардың кезекті бір құрбаны. Кезінде келін болып ақ босақ аттаған жеңгесі, түбі Зейнептің сорына айналарын кім білген. Сыланған сипанған қыз-қырқын әлебі көбейген сайын айналаны шараптың қышқылтым иісімен темекінің қошқыл түтіні кернеп барады. Зейнеп бір нүктеге қарайған күйі үнсіз тұр. Жаздың салқын кеші бітіп, түнге айналған шағында күре жолдың бойымен көшені шулата жеткен шетелдік қымбат автокөлік қылымсыған арулардың ортасына қақ жарып барып тоқтады. Айнала әп сәтте күңгірт тартып, жер дүниені төңкеріп жіберердей көліктен қабағы қатулы Тұмар түсті.